сабағымыздың тақырыбы Абай лирик ақын. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздер: шеберлік, мастерство, данышпан, мудрый, надандық, невежество, рақымшыл, добрый, сипаттар, характеризуй, өнерпаз, талантливый, суретте, опиши, әділетсіз, несправедливость, таңырқа, удивляйся, талаптан, старайся. Ал енді мына жаңа сөздерімізді сөздік дәптерлеріне жазып алыңыз. Бәріңізге көрініп тұр отыр. Ал жаңа сөздер жазып болсақ, тапсырмаларды орындаймыз. Оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма: суретте жылдың қай мезгілдері бейнеленген? Жыл мезгілдері туралы қандай өлең, мақал, мәтелдер білесіңдер? Сөйлем құралы. Ал енді қараңдаршы балалар, суретте қандай жыл мезгілдері бейнеленген? Біріншісі қыс. Өте жақсы. Көктем. Көктем. Күз. Жаз. Өте жақсы. Жылдың 4 мезгілі бейнеленген. Енді осы жыл мезгілдері туралы қандай өлең, мақал, мәтелдер білесіңдер? Айта қойы. Мен Абай Құнанбаевтың қыз туралы өлең білемін. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау, танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, қарқудан қыс келіп әлек салды. Өте жақсы. Тағы қандай өлеңдер білесіңдер? Мен Абай Құнанбаевтың жазғы түрі өлең білемін. Жазғы түрі қалмайды қыстың сізі, масықтай құлпыра жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анада ержігер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен күспеннен сайда дуды. Гүл мен ағаш мәсіп қарағанда, сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Мен Абай Құнанбайұлының жаз деген өлеңін білемін. Жаз деген шілде болғанда, көкарай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, шықырып жатқан өзенге, көшіп ауып қонғанда, шықырап жатқан өзенге, шықырап жатқан жылқының шалғынан жоны қылтылдап, ай айғырлар биелер, бүйірі шығып ыңқылдап. Өте жақсы. Тағы да айта қойы. Мен Абай Құнанбайұлының күз туралы өлеңін білемін. Өте жақсы. Сүт бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күтмес, жібермес бала шулай. Өте жақсы. Өте жақсы балалар. Барлығымызда жылдың 4 мезгіліне де біз өлеңдерін айттық, иә? Енді осы жылдың 4 мезгіліне бір сөйлем құрап жіберейікші кәні. Ал Кебай бастап айт. Қыс аязымен, боранымен қызықты. Өте жақсы. Қыс аязымен, боранымен қызықты. Ары қарай. Жазда ауа райы өте ыстық болады. Өте жақсы. Жазда ауа райы өте ыстық болады. Ал Ерол айта ғой. Көктемде құстар ұшып келеді. Көктемде құстар ұшып келеді. Өте жақсы. Күзде жаңбыр жиі жауады. Күзде жаңбыр жиі жауады. Жаңбыр тағы жылдың қай мезгілінде? Көктем. Көктем мезгілінде жауады. Өте жақсы. Ал енді келесі тапсырманы орындаймыз. Жаңа сөздермен танысады, жылдың мезгілдерін табады, өлең, мақал, мәтелдерді айтады, сөйлемдер құрайды. Өте жақсы балалар. Бірінші тапсырманы жақсы орындады. Енді мәтінмен жұмыс. Мәтінде не істейміз бірінші? Мәтінді оқимыз, осы мәтінге сосын ат қоямыз. Ал бірінші мен оқып бересің деді. Содан кейін сендер оқисыңдар. Абайдың әкесі Құнанбай оқуды білімді бағалаған. Ол өзінің балаларын қалаға жіберіп оқытқан. Анасы Ұлжан сабырлы, тапқыр адам болған. Абай өлеңді 12 жасынан бастап шығарған. Әкесі Абайды 10 жасында оқуға берген. Ол Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқиды. Кітапты бір рет оқып,
екінші рет кітапқа қарамай жатқа айтып шығатындай зерек, ұғымтал бала болған. Ол көп талаптанған. Абай медреседе Науаи, Сағди, Физули сияқты ақындардың шығармаларымен танысқан. Ол мұсылманша оқумен шектелмей, Семей қаласындағы Приходская школаға түсіп, орысша да оқи бастаған. Сабақтарды оқып білу Абайға оңай болған. Сондықтан барлық уақытты өз бетімен кітап оқуға жұмсаған. Ал енді бастауы Денис. Абайдың әкесі Құнанбай оқуды білімді бағалаған. Ол өзінің балаларын қалаға жіберіп оқытқан. Ясмина. Анасы Ұлжан сабырлы, тапқыр адам болған. Абай өлеңді 12 жасынан бастап шығарған. Әкесі Абайдың жасында оқуға берген. Ол Ахмет Риза Медресесінде 3 жыл оқыды. Мұрат. Кітапты бір рет оқып, екінші рет кітапқа қарамай жатқа айтып шығатындай зерек, ұғымтал бала болған. Ясмина. Ол көп талаптанған. Абай медреседе Науаи, Сағди, Физули сияқты ақындардың шығармаларымен танысқан. Нұрсұлтан. Ол мұсылманша оқумен шектелмей, Семей қаласындағы Переводская школаға түсіп, орысша да оқи бастаған. Марал. Сабақтарды оқып білу Абайға оңай болған. Сондықтан барлық уақытты өз бетімен кітап оқуға жұмсаған. Ал енді балалар, осы мәтінге тақырып қояйықшы. Мәтін не туралы? Абай туралы. Тағы Абайдың қай кезі туралы? бала Шағы туралы. Сондықтан осы мәтінге қалай деп тақырып қойсақ болады? Абай деп ат қоямыз, иә? Енді қараңдар, енді топтық жұмыс жасайық балалар. Бірінші топ. Берілген мақал мәтелдердің ішінен мәтінге сәйкес келетін мақалдарды табамыз, иә? Ал екінші топ мәтіндегі негізгі ойды тауып, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сен екеуі мына топқа қосыламыз, сен Мұрат мыналарға қосың. Ал жылдан тапсырманы орындаймыз. Ал бірігіңдер. Сен екеуің артқа қара, Мұрат, берікпен өтпес, ана жаққа мынаны басып кетесің. Мұрат, мына жаққа қосыласың дейді. Ал, орындан өтасың. Леваза, қосылың орында. Ал, ойларыңды. Екінші мына топ жазамыз, негізгі ойын тауып, өз пікірлеріңді білдіресіңдер. Ал, келесі топ, берілген мақал мәтелдердің ішінен мәтінге сәйкес келетін мақалдарды табамыз. Балалар, жылдам. Ал, жылдам. Қай топ дайын? Дайын топ шапалақтаймыз. Қай топ оқиды бірінші? Ал, оқыңыз. Мәтіндің негізгі ой. Абайдың зерек, ұғымтал бала болғандығы, оқуға құштарлығы. Пікірім? Пікір. Келесі оқушыға берсе, келесі адам оқымайды. Пікір. Бізде Абай сияқты оқымысты зерек, ұғымтал болғым келеді. Болғымыз келеді, өте жақсы. Ал, келесі топ. Ал, оқиға есімді. Қош білімді білім, кітапта білім арзан, білу қымбат. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол. Өте жақсы. Ал, балалар, біз мәтінге ат қойдық.